Жалпы сана трансформациясы деген дүние бар да. Сіздің санаңыз қашан трансформацияланды? Негізі менің ойымша әр күйзелістен кейін. Әр күйзелістен кейін. Солай ойлаймын. Енді мүмкін ақырында баяу өзгерген шығар. Ал нақты мынандай өзгерістерді мен күйзелістерден кейін, не болмаса бір стресстен кейін соған жан-жақты қараған кезде байқаймын да. Бір өзгеріс болған. Не болмаса мынаны мен нақты қадағалай алмаймын, бақылай алмаймын, қолымда ұстап тұра алмаймын, бұны мен жіберу керекпін деген сияқты көп нәрселерге өзгерістер сол кезде болады. Сол кезде менің ішімде босайды, сол кезде мен де өзгеремін. Көп азаматтарға айтады, мәселен, зона комфорт деп айтады ғой, комфорт зонасында болып алады да, сол трансформациядан қорқып жүріп, олар жаңағы сол ішкі үрейдің барлығы жаңағы паникалық шабуыл деп айтамыз ғой, паническая атака, соған алып барып жатады дейді. Сіздің әріптестеріңіз бұл қаншалықты рас? Мазасыздық деген бар ғой, сол мазасыздық енді әрқашан бұл біздің алдымызда әртүрлі таңдау тұрады. Бұл алдыңда таңдау барының және еркіндік барының дәлелі. Егер де бізде мысалға ондай болмаса, біз бір ғана нәрседен қорқамыз, мынадан қорқамыз дейтін едік, болды. Ал біз бұл кезде мындай жол айрықта тұрған сияқтымыз ғой. Жол айрықта тұрамыз. Бізге мына жаққа жүрсек былай болады, мына жаққа жүрсек былай болады деген бізде не жоқ, табличка бар ғой. Не деуші еді қазақша? Соны кесте. Иә, жоқ та ол. Енді қорқамыз, мына жаққа барсақ соңы не болады? Маған жауапкершілік қандай артады? Бақытты боламын ба, болмаймын ба? Мына жаққа барсам не болады деген сияқты. Сондықтан екі жаққа да жүрге қорыққаннан кейін бір жерде тұра береміз. Мен әлі таңдау жасамадым. Маған біреу кепілдік берсін, маған біреу жолымды айқындасын, біреу бір жақтан айтып кетсін, жаңағы кестені біреу көрсетіп кетсін, маған бір сигнал келсін деген сияқты біз тұра береміз. Ал бірақ сол жерде тұрып жатқан кезде біздің жасымыз ұлғайып жатыр. Денсаулығымыз енді тоже әртүрлі жағдайда болады. Бір жағынан жаңбыр жауып жатады, боран соғып жатады. Біз ана жерде тұрмыз. Одан кейін жаңағы ішіміздегі болып жатқан процесстер ғой, бұл жаңбыр жауып жатыр деген сияқты. Одан кейін ақырындап бұл мазасыздығымыз ұлғаяды. Бұл негізі бізге беріліп тұрған сигнал ғой, белгі. Сұрағым келіп тұрғаны жаңағы паникалық атаканың алдын алуға болады ғой? Алдын алуға болады, әрине. Дайынсыз ғой? Иә. Онда біздің сұхбатымызды бастайық. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, амансыздар ма? Жаңа сананың жаңа хабары эфирде. Бүгін біздің студия төріне сонау Астана қаласы елордасынан Құлжанова Гүлім ханым келіп жайғасты. Сізді кәсіпкер деп атаймыз ба? Кім деп атаған дұрыс? Көбінде жаныңызға қай мамандық жақын сізге? Қазіргі күні мен психологпын деймін. Психологсыз. Иә. Бірақ кәсіпкерлік те бар. 45-ке келгеннен кейін әртүрлі салада жұмыс істеп көрдік. Соның ішінде кәсіпкерлік, соның ішінде жылжымайтын мүлік, соның ішінде инвестиция саласы деген сияқты әртүрлі салада тәжірибеміз бар. Жаман емес нәтижеміз бар. Қазіргі күні мен психологпын. Енді қазіргі күні дегенде енді бір 7-8 жыл ғой. Жаңа сіз айтып отырған кәсіпкерлік деген дүниелердің барлығы тіршіліктің қалауы, соның қажеттілігімен болған жайт деп ойлаймын. Психология ол жаңғалау іспетті сіздің сөйлескенде байқағаным. Иә, негізі мен қай істі істесем де барлық істі жақсы көрген сияқтымын. Мемлекеттік қызметте де жұмыс істедім. Ол кезде де мен өзімді сол жерде өзім жүретін жер деп танитынмын. Одан кейін кәсіпкерлікте де мен оны жақсы көрдім. Одан кейін бір ішкі күйзелістер болған кезде өзімді жолымды айқындай алмаған кезде маған психология көмектеседі деп психологияға келдім. Көмектесті. Тамаша. Психологияны Ресейде оқыдыңыз, диплом қорғадыңыз, кәсіби, сауатты, тәжірибелі мамансыз. Иә, магистратураны сол Ресейде қорғадым. Оқып қорғадыңыз. Иә, оқып қорғадым. Содан басқа Астанада когнитивно-поведенческая терапияны оқып бітірдім. Коучинг деген сияқты, басқа да енді семинарлар, басқа да түрлі біліктілікті арттыру курстары. Иә, сол біліктілікті арттыру курстарын өткенмін. Жалпы жаңа студияға келсем, жалғыз өзіңіз отыр екенсіз. Жалпы жалғыздықтан қорқасыз ба? Жалғыздықта мен мүмкіндік деп ойлаймын. Мен үшін өзімді түсіну мүмкіндігі, ойлану мүмкіндігі. Мысалға, жалғыз қалған кезде мен бірден өзіме бір шолу жасаймын. Не болып жатыр? Енді бұл тәжірибелі. Мен негізі бірінші психологияға барардан бұрын өзім терапияға бардым.
Содан кейін бір екі рет барғаннан кейін бұны өзім оқиын, өзім көмектесейін, осылай жүре беремін ба психологқа барып деген сияқты солай бардым. Содан бастап мен міндетті түрде оқығанымды тек қана теория жүзінде емес, өзіме салыстырмалы түрде параллель жүргізіп отыратынмын. Қалай болып отыр менің ішімде деген сияқты. Сондықтан өзімнің ішіме үңіліп үйренгенмін да. Жалғыздықтан сол үшін қорықпаймын. Ал қазір керісінше көмекші құрал деп есептеймін жалғыздықты. Өте тамаша. Ол сауалды қойған себебім жаңағы паникалық атака деп әңгімесін осы бастап қалдық қой подкасттың басында. Сол кезеңде осы паникалық атакаға алып баратын осы жалғыздық деп айтады. Адамдар өз-өзімен қалған кезде қорқа бастайды. Ол бір шарықтау шегі ғой, яғни жалғыздықтан қорқу. Иә. Шарықтау шегі. Сіз оны мазасыздықпен байланыстырасыз. Яғни сол жинала келе паникалық атакаға алып барады деп. Бұл жалпы емдеуге болатындай дүние ма? Әрине болады. Әрине. Бұл жерде енді жалғыз қалған кезде қорқу деген, жаңа сіз айттыңыз ғой, шарықтау шегі деп. Енді ол уже побочный эффект ғой, кері әсері ғой. Өйткені ол өзінен өзі бірінші жалғыз қалғанда барлық саласында өзінің ішінде тыныштығы бар адам, не болмаса өзіне сенімді адам жалғыз қалғанда ол қорықпайды. Ал тек қана біраз уақыт өзін өзі түсінуден қалған адам, одан кейін таңдау жасамаған адам, біраз уақыттан кейін сол жағдайға келуі мүмкін. Енді оны түсіндіре кету үшін мысал келтіру керек шығар, иә? Мысал келтірейін. Адам келген кезде бірінші, мысалға қазіргі күні панический атака, мен барлығынан қорқамын, мен мысалға су ішіп атсам да судан қазір шашалып, қақалып өліп қалуы мүмкін деп қорқамын. Машинада келе жатсам, мен машинаны былай ұстап отырамын тұтқасынан, өйткені қазір мен келе жатқан кезде соғылатын сияқтымын деген сияқты сондай жағдайға келеді да күйі. Енді мысалға сұрастыра келген кезде ол қайдан шығады? Ол бірінші өзін өзі біраз уақыт күнәлі сезінеді. Одан кейін өзінің мысалға ішетін, балағаттайтын, әртүрлі дөрекі іс-әрекеттер жасайтын күйеуі бар, иә, сонымен тұрады, бірақ ортақ балалары жоқ, мысалға, иә, кеткісі келеді, бірақ кетпейді, тұра береді. Өйткені оның кішкентай кезінен бір ой қалыптасқан: мен жалғыз қалсам, барлығы мені жаман деп ойлайды, мен жалғыз қалмау керекпін. Сол кезде ғана мені барлық адамдар қабылдайды. Сол кісі жалғыз қалғанда сондай арты жаман болған деген сияқты қорқынышы бар. Сол үшін ол оны босатқысы келмейді, күйеуін. Бірақ бұл кері әсер беріп жатыр, және мынау іштегі агрессия оянады ғой, өйткені оның шекарасы барлығы бұзылып жатыр. Ол агрессияның бәрін басып тастайды. Баса береді, мен қазір сөйлесем ол кетіп қалады, мен қазір бір нәрсе десем ол кетіп қалады деген сияқты. Солай баса беріп, 1-2 жылда осындай жағдайға жеткен. Яғни мазасыздығы сондай көтерілген кезде ол жұмыста отырып бәлен рет жедел жәрдем қызметіне шақырады екен. Күнде алып кетеді, оны тексереді, одан кейін барлық мамандарды өтеді, барлығы дұрыс. Эндокринолог, кардиолог, басқа да әртүрлі массаж деген сияқты барлығын жасайды, бірақ ешқандай нәтиже жоқ, барлығы ешқандай мысалға кінәрат жоқ денесінде. Уколдары барлық көмектеспейді. Содан кейін ғана ол психологқа келеді мысалға. Сол өзі келіспейтін, іштей келіспейтін, өз құндылықтарына сай келмейтін дүниеде өмір сүріп жатыр. Үндемей, өзінің сезімдерін басып тастап. Соның арты осыған әкелді мысалға. Басында кішкене ақырындап оянған мазасыздық, басында оған белгі беріп тұрды ғой. Жаңағы машинаның жанған майы сияқты. Бірақ біз әлгіні ойбай мынаған май құю керек демейміз. Біз әлгі майдың сигналын өшіріп тастауға тырысамыз. Болмасын деп. Содан кейін бір күні машина сынады. Сол кезде ғана біз барып СТО-ға баруымыз мүмкін. Сол сияқты адамның ағзасында да, адамның психикасында да осындай сәттер болады. Біз енді жаңа бірден шарықтау шегінен бастадық. Өйткені осы эфирді көріп отырған кісілер өзін танып жатса, бәлкім өз-өзіне қалай көмектесе алады, соны кәсіби маманнан кеңес алсын деген ойменен. Жалпы шынымен де осындай паникалық атаканың шарықтау шегінде тұрған азаматтар өз-өзіне алғашқы көмек ретінде ол ең бірінші өзіне көмектесу керек деп ойлаймын. Өзгеден бұрын. Қандай өз-өзіне көмек көрсету қажет? Енді бірінші кезекте бізде мысалға жұмыс барысында келгенде біз бірінші демалудан бастаймыз, иә? Сол кезде мысалға күйіне байланысты дұрыс демалу, аяқтарын дұрыстап орнықтыру, иә, нені сезіну, жерді сезіну. Одан кейін біз нақты бұл мазасыздыққа тура
жолды емес бірінші іздей бастадық. Біз мен білген жоқпын ғой бірден келген кезде, мен осындай болып жатыр деген кезде оның себебі не екенін түсінген жоқпыз. Сондықтан бұл бірнеше терапияны қажет етті. Бірнеше күннен кейін зерттей келе адамның ішінде не болып жатқанын түсіне келе ғана біз соның себебін анықтадық. Бірақ сонымен қатар бұл адамның психикасы, физикасы және рухани қабаты бәрі бір-бірімен байланысты ғой. Сондықтан біз бірінші кезектен мысалға серуен, далада серуендеу, физикалық жаттығулар, соның бәрін қостық ол кісіге. Міндетті түрде мысалға ол серуендейді, одан кейін спортқа баратын болды. Одан кейін жаңағы сұрақтарға жауап бере отырып өзін зерттейді. Мысалға менде қандай ойлар басымда, не болып жатыр. Сонымен біраз уақыттан кейін біз мысалға оның өмірі неден тұратынын зерттедік. Мысалға өмірінің әр саласында не болып жатыр, ол үшін не маңызды, ал бұрын қалай еді. Мысалға мынау күйеуіңе жолыққанша дейін не болып жатқан еді сенің өміріңде. Соның бәрін зерттей келе оның барлық маңызды тұстарын бұрынғы алып тастаған, достармен кездеспейтінін, серуендемейтінін, ешқайда бармайтынын, қызымен қарым-қатынасының қазір өте бір күрделі жағдайда екен, барлығын ысырып тастап, тек қана жаңағы күйеу тастап кетпесе екен деп қарап отырған ғой. Сондықтан осы жағдайға жеткеннен кейін біз ақырындап жаңағы байланыстарды қайтадан мысалға тұрақтандырсақ не болады? Жаңағы достарыңызбен ақырындап соның бәрін совокупность дейді ғой, барлығын қоса отырып біраз уақыттан кейін жаңағы ойлармен де жұмыс істедік. Мысалға ойлар, өйткені қорқынышты ойлар ғой ол келіп жатқан. Ойлармен де жұмыс істедік, мынандай ойлар келіп жатыр. Сол кезде не істейсің? Жаңағы ойлардың шындығында қауіп төндірмейтінін, оның ара жігін ажыраттық. Одан кейін ол қауіп төндірмегеннен кейін жүріп жатқан жаңағы бұлттар бар ғой. Бұлттар сияқты келді, кетті, басыңа бір жаман ой келді. Сондай дәрежеге дейін былай тұрақтандырдық. Мысалға бір жаман басында жаздық қой жаңағы ойларды. Солардың бәрін мысалға негативті ойларды жазамыз. Қандай ойлар басында болып жатыр, оған не әсер етті, қандай ситуация әсер етті, одан кейін сенде мысалға қандай ой болды, одан кейін сенде қандай эмоция болды, одан кейін сенде қандай реакция болды деген сияқты соның бәрін зерттей отыра жаңағы көп ойлардың шындығында өмірінде ешқандай ондай қауіптің жоқ екенін түсіндік. Одан кейін оны ақырындап мысалға ойлар келіп жатыр. Қазіргі күні мысалға әлде жұмыс істеудеміз. Мысалға бір сол клиентті келтіріп отырмын ғой. Ол кісі айтады, қазір де анда-санда басыма ой келеді, бірақ мен ойлаймын, жаңағы бұлтты елестетемін, келді ары қарай өтіп кетті. Қазір мүлде ондай атакалар жоқ, жаңағы жүрегінің соғуының тездеуі, ауаның жетпей қалуы, тынысының тарылуы деген сияқтының бәрінен арылды. Ақырындап мысалға өзіне құнды дүниелер, өзінің қызы, одан кейін мен үшін не құнды, мен басқа адамға көмектескім келіп тұрады, сол кезде мен одан ләззат аламын. Ал сен оны қалай қазір іске асырып жатсың? Мен жұмысында да алдыма келген клиенттерге бір нәрсе сыйлағым келіп тұрады, көмектескім келіп тұрады, бір жағдайды айтып жатса мен оны тыңдаймын. Яғни соның бәрін мысалға ол барлық құндылықтарын өзінің маңызды нәрселердің бәрін есіне түсірді. Одан кейін оны қалай жүзеге асырып жатқанын есіне түсірді. Соның бәрі оның көңіл күйінің тұрақтануына көмектесті. Яғни біз тура қалай біз мына тревоганы, мазасыздықты алып тастаймыз, қалай деп оған тура жол емес, біз барлық өмірінің салаларын зерттей келе, оларды дұрыстай келе, ол өзі бәсеңдеді. Яғни біз оны тура алып тастай алмаймыз. Тура күресу жоқ онымен. Сіздің айтып жатқан әңгімелеріңіздің бәрін қарап отырып көз алдыма елестеп отыр да. Мәселен, адамзаттың болмысы мен табиғаттың үндесуі. Жай ғана формула, бұл жерде ешқандай қиын дүние жоқ секілді да, барлығын яғни қабылдай білу. Қазір біздерде үнемі бір жаққа қарай асығу, біреуден бірдеңкені күту, үнемі сондай бір жоқты пен бір иллюзия пайда болып жатқан іспетті да. Ал сіздің айтып отқандарыңыздың барлығы шын дуайтында әр азамат сол қабылдай білсе, жаңа сіз айттыңыз ғой, жердің өзін сезіну дедіңіз. Қазір көп адам сезінбейді-ау, былай қарасаң. Әйтеуір аяқ басып жүгіреді, кешкісін аяғым шаршады деп жатады деген секілді. Бұның барлығын алып баратын мазасыздық. Сіз терең айттыңыз осы тақырып жөнінде. Жалпы біздің қоғамда қазір сіз мамансыз ғой, 7 жылдан бері тәжірибелі мамансыз ғой, осындай санаттағы адамдар қаншалықты көп? Өте көп. Енді бұл жерде мазасыздықтың түрлері көп қой. Олар да әртүрлі. Сондықтан мысалға енді көбінесе мынандай болады. Жаңа туған
аналарда болады мысалға мазасыздық, иә. Өйткені бұл өмірінде мысалы қазіргі уақытта өзінен артық құндылық ол бала, оны өмірге әкелді. Ол жаңа туған аналарда міндетті түрде болатын дүниелердің бірі осы мазасыздануы. Одан кейін мысалға бір жұмыстан бір жұмысқа ауысқан кезде де бізде мазасыздық болады, иә. Одан кейін мысалға бір елден бір елге көшкен кезде мазасыздық болады. Одан кейін біздің мысалға құндылықтарымыз ауысқан кезде, өйткені бізді құндылықтар ұстап тұр ғой, тіреп тұр ғой артта, иә. Одан кейін біз алдықта басқа жұмысқа бардық, не болмаса көп нәрсеге басқаша қарайтын болдық. Бұрын мысалға мына достар мен үшін құндылық еді, осылардың арқасында мен жүрген едім, яғни маған семьяда керек жоқ, ешкім де керек жоқ, маған осы достар керек. Біраз уақыттан кейін оларға мен басқаша қарай бастадым бұған. Мен үшін мысалға ақша керемет құндылық еді, бірақ біраз уақыттан кейін ақшаның мені түбегейлі бақытты қыла алмайтынын көрдім. Ешқандай кепілдік бермейді менің бақытыма. Менің балаларымның керемет болатынына, менің туған туысқандарымның керемет болады, мен өзімнің керемет болатыныма да ақша маған гарантия беріп тұрған жоқ, кепілдік беріп тұрған жоқ. Сол кезде біздің жаңа құндылықтарымыз ауысады ғой басқа да. Сол кезде де сол мазасыздық болады. Енді мазасыздықтың көп сипаты өмірдегі. Солардың барлығы болып жатқан кезде кейбір кезде адамдар шешім тез қабылдауы мүмкін, бұған бейімделуі мүмкін әртүрлі өзгерістерге. Мысалға бала туды, біраз уақыттан кейін өзін түсіне алады, иә. Қазіргі уақытта мен түсініп тұрмын. Қазір мен үшін дәл осы уақытта құнды адамды дүниеге әкеліп тұрмын деген сияқты, сол үшін менің мазасыздығым осындай деген сияқты өзін түсінуі мүмкін біреулер. Бала туу жайлы енді ол мазасыздықпен жақсы келселік те. Ал жаңағы сіз айтып отырған көшу немесе қала ауыстыру деген секілді ол қалыпты жағдайға неліктен мазасыздыққа айналдырып отыр қазіргі қоғам? Біздің мысалға көңілімізді түсіретін, не болмаса уайымдататын деректер емес, ал сол деректерді өзімізге түсіндіруіміз дейді. Соны біз қалай түсіндіреміз өзімізге? Мысалға жаңағы қандай да бір қиындықтарға тап болған кезде біздің көңіліміз түсіп уайым қайғыға біраз берілетін болсақ, біздің қоғам, біздің мәдениет оған басқаша қарайды. Мынау адам бақытсыз екен, мынау адам бір жолы болмайтын адам дейді ғой, бір сондай адам екен деген сияқты солай қарайды. Өйткені мысалға да жарнамаларға қарасақ, су ішсе де, бір судың рекламасы болса да бақытты семьяны көрсетеді ғой. Не болмаса кондиционерді жарнама жасаса да барлығы бақытты болып жатқан. Енді сол пропаганда ғой, енді осы нәрсе болып жатқаннан кейін, егер адам қайғырса, бұл сәтсіздік жолы болмайтын бір сондай адам деген біздің ойымызда сондай тұжырым бар. Яғни бізді сол үшін жамандауы мүмкін, қабылдамауы мүмкін, бізбен қатынасқысы келмеуі мүмкін, егер де біз жол болмайтын адам болсақ. Сізбен біз сонау 90-шы жылдардың ұл-қыздарымыз ғой, жаңа жарнаманы айтып жатсыз да, қазір мынау бар ғой. Қазір мынада неше түрлі бақытты кейпіндегі жағдаяттардың барлығын көріп, менде бұнда жоқ деген, яғни ішкі өзін жегідей жеуге түсіп бара жатыр деп айтқыңыз келіп отыр. Вот соның бірі жаңағы әлеуметтік желілер. Әлеуметтік желілердің әсері мысалға масқара. Өйткені бұрын біз әлем бойынша ақпаратты ала алмаймыз ғой. Мысалға Иранда қандай болып жатыр, мысалға Мәскеуде қандай болып жатыр деген сияқты ақпараттың бәрін біз бірден қолымызға түсіре алмайтын едік, көре алмайтын едік. Қазіргі күні 1 минут түсірген, ол кезеңде түсіргеннің өзінде сүзгіден өткен, сұрыпталған дүниелер бізге келіп жететінді. Қазір мысалға біз мына жақтан қарап жатсақ, мына жақтан YouTube көрсетіп жатыр, мына жерде TikTok көрсетіп жатыр, мына жерде Instagram көрсетіп жатыр, мына жерде жаңағы Threads-тай қайшу болып жатыр деген сияқты. Енді соның бәрі бізге де мазасыздыққа міндетті түрде алып келеді ғой. Демек, сіз мейлінше осы әлеуметтік желілерден тыйылған дұрыс дейсіз ғой. Жаңа мазасыздық халінде жүрген, паникалық атаканың құрбанына айналып бара жатқан азаматтар өзін мынау өсек аяңнан, айқай-шудан өзін алыстаған дұрыс. Әрине. Маман ретінде айтыңызшы, жалпы осы ұялы телефонның, әлеуметтік желінің бізге қаншалықты пайдасы бар деп айтайық па, жоқ әлде бір шегі бар шығар бұны қолданудың? Қазір ол сөзде ұят жоқ. Жаңағы телефон алып төсекке жатады, немесе жаңағы дәрет сындыратын кезде де қолын телефонменен отырады. Қазір сондай бір ұрпақ пайда болды деп айтсақ болады. Олардың көбісі ашушаң, мәселен соңғы Z ұрпақ дейміз, альфа ма әйтеуір бір бөлінеді ғой өздері. Солар соған бейім, соған осы әсер етіп жатқан жоқ па? Жалпы қаншалықты бұған жақын болған?
дұрыс. Енді мысалға үлкен ересек адамдарды айтатын болсақ, ересек адамдарға бұл жаңағы бір пышақ сияқты ғой, мысалға хирургтың қолындағы пышақ, мысалға аспаздың қолындағы пышақ, және адамдарды өлтіретін бір айуан адамның, бір жауыздың қолындағы пышақ деген сияқты. Әркім әртүрлі қолданады, бірақ бір инструмент, бір құрал. Біреуі нан турайды, біреу тамақ пісіреді, біреу адамды құтқарады деген сияқты. Біреу адамды керісінше. Біреу керісінше онымен адам өлтіреді. Сол сияқты бұл әлеуметтік желінде ересек адам солай қолдана алады. Мысалға өзімнің өсіп өнуіме, жақсаруыма күннен күнге бұны қолданып, жаңағы искусственный интеллект бар ғой, соның бәрін сол үшін қолданамын ба, әлде мен өзімнің мазасыздығымды осымен басып, одан кейін жаңағы агрессияны көтеремін бе? Өйткені бұл да мазасыздықты басатын құрал. Өйткені өмір мысалға іштей сұрақ қойып тұр ғой. Жаңағы анау пікір алаңында тайталасып жататындар бар ғой. Салғыласып, бірін-бірімен іштегі жаңағы бүткіл жиналып болған дүниенің бәрін шығарады. Тіпті сізге де жазылатын шығар, сіздің видеоларыңыздың астында да ондай пікір жазатындар бар шығар? Иә. Оқымайсыз. Назар аударғыңыз келмейді. Жоқ, егер де мысалға өткенде шыққан подкасттан кейін шыққан көптеген нелер болды. Комментариялар әртүрлі, жаманы болсын, жақсысы болсын, бәріне лайк бастым. Басында енді жүрекше жіберіп отырдым, жаман болса да. Өйткені ол адамның ойы, ол ойлауға, мен туралы жаман ойлауға оның құқы бар. Мен оған енді қабылдайын ба, қабылдамайын ба, бұл менің еркіндігімде. Мысалға, ойланамын ба осыдан кейін. Әлде жоқ, бұл оның ойы, бұл солай ойлай алады деп соны жібере салам бар қарай. Демек, мазасыздығын ол кісі солай басып жатыр деп қабылдаймыз. Өйткені оның да ішінде тұрған сұрақтар бар, оған қойылған сұрақтар бар. Бірақ ол сұрақтарға жауап бергісі келмеген кезде, яғни өмірдің сұрақтары бар. Мысалға, еркіндік бергеннен кейін қай жаққа барасың, жаңағы жол айрықта, мына жаққа барасың ба, мына жаққа барасың ба? Әлгі бұл жаңағы комментарий жазушылар мазасыз кейіптегі мысалға орт тұр ғой, жол айрықта. Не істейді енді? Мына паника деген өсіп жатыр, мазасыздығы өсіп жатыр, телефонды алады, скроллить етеді, қарайды, одан кейін жаңағы ұмытып кетеді, жол айрықта тұрған, оған қойылған сұрақтарды ұмытып кетеді, өзінің алдында тұрған мақсаттарды бәрін ұмытып кетеді. Сол жерде тұрып телефонды қарап, одан кейін біреудің өміріне қарап, ой, мынаның өмірі менікінен де жаман екен ғой. Біреудің жамандығы енді оның жанын басады ғой. Өмірде мынандай адамдар бар екен ғой. Мен оған қасында былай істемеймін, мен оған қарағанда жақсымын дейді да, оған алады да жазып жібере салады. Сен жексұрын екенсің деген сияқты. Жалпы әлемдік тәжірибе не дейді бұл жағдайда? Біздің қазақ қана мазасыз емес шығар енді жалпы. Олар қалай оның алдын алып жатыр? Мәселен, қазақ тарихына қарайық. Бізге насихатталған Асан қайғы, жер ұйықты іздеді. Абай бертін келгі, Абай айтады жаңағы, бұл жосқа келгені жақсы өткіздім бе, жаман өткіздім бе, әйтеуір бір шама өмірімді өткіздім. Енді не істеймін деп жаңағы өзі сол бір жоқты іздейді. Одан Мұқағали келеді, кешегі бақыт деген не өзі деп тап бастады, топ таласты, бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Әйтеуір бізде бір дүниені іздеп жүреміз. Сол мазасыздыққа итермелейді ғой енді. Бірақ ол кісілердің айырмашылығы неде? Ол кісілер, яғни ол мазасыздықты шығармашылық арқылы жауап берді. Әңгіме осыда. Мысалға, енді мазасыз болғанда олар үйінде отырып жаңағы жол айрықта тұрған жоқ қой. Ештеңе істемей. Олар оған мысалға ізденді. Ізденіп, мысалға әртүрлі жауап берді. Тұжырымдар жасады. Қандай мысалға керемет шығармалары бар ол кісілердің. Енді бұл әлемдік мысалға философия жағынан қарасақ та, психологиядан да көптеген ғалымдардың, көптеген психологтардың айтуы бойынша, бұл мазасыздықтың мысалға бір шығу жолы, жаңағы творчество дейді ғой, шығармашылық арқылы шығара алады адам. Ал одан кейін енді ол позитивті тұрғыдан шығара алады шығармашылықта. Ал негативті жағы бар ғой, жаңағы ішкілікке салыну, түрлі құмар ойындар. Дұрыс айтасыз. Деген секілді. Кешкілікте мысалға келді үйіне, енді жаңағы іштей жай күйі дұрыс емес, не істейді? Яғни ішеді, өзін алдайды, жаңағы достармен кездеседі, айғай-шуда жаңағы барлығын ұмытып кетеді. Сол сияқты бұл да енді өзін алдаушы құралдар ғой. Шығармашылық арқылы іздеп, олар өздерінің жаңағы позитивті жағынан айттыңыз. Шығармашылық жақсы бір туындыларды ойлап шығарды деп. Біз бір жағынан мазасыздықты тек қана бір түрі бар деп айта алмаймыз ғой. Оның мысалға жаңағы мазасыздықтың негізі адамға керек мотивация беретін
стимуляция жасайтын мысалға құрал. Адамды ары қарай ізденуге, өзінің жаңа қырын ашуға, мысалға көмектесетін. Мен мысалға мазасызданып тұрсам, не істеймін, былай істеймін ба, ойлана бара саралай келе бір жақты таңдаймын, бір жаққа қарай жүремін. Жалпы мазасыздық деген ұғым адамзаттың бойына қажет дедіңіз, оның қандай түрлері бар? Сол мен бастапқыда негізі мазасыздық барлық адамның бойында болады. Жаңа туған балада да мазасыздық болады. Өйткені ол білмейді ғой қандай қауіп төніп тұрған, өзіне. Сосын өсе келе ол өзгереді. Бірақ мысалға адамға мазасыздық жаңағы әртүрлі жағдайларда бір қауіптің бір жақтан төніп тұру мүмкін деген кезде бұл бізді құтқаратын құрал ғой. Өйткені мен қазір мына жерде біреу кіріп келіп бір нәрсе жасауы мүмкін десе, мен қарап отырамын, дайындалу үшін. Сол кісі кіріп келгенде тығылып қалам ба, қашып кетем бе, әйтеуір бір нәрсе жасау керекпін, соған дайын отырамын. Негізі бұл құтқарушы құрал. Бастапқыда құтқарушы эмоция. Ешқандай әрекет жасамаған кезде ары қарай кете беріп, бұл генерализованное тревожное расстройство дейді ғой, не болмаса бұрын бұны невротическая тревога дейді. Сонда бұлар енді ол кезде жаңағы адамды мүлдем бір бөлмеге қамап тастайтындай жағдайға жеткізеді. Үйден шыға алмай қалады адамдар. Үйден шығуға қорқады. Өйткені үйден шықса бір жағдай болып қалуы мүмкін. Машина соғып кете ма, біреу бір нәрсемді ұрлап кете ма деген сияқты. Қазір мен далаға шығып жүрегім ұстап құлап қалам ба, тынысым тарылып деген сияқты. Одан оңбай құлап басымды жарам ба деген сияқты әртүрлі. Өйткені мынау ой ары қарай кете береді, қорқынышты, қауіпті бір жағдайларды көзіне елестете береді. Содан ол шаршайды, өйткені ой үздіксіз жұмыс істеп жатыр. Организм үнемі стресс жағдайында тұр. Өйткені әлгі қаш, не болмаса ұр дейді ғой, не болмаса қатып қал деген сияқты. Сол сондай жағдайда тұр. Қашайын ба, әлде ұрайын ба деген сияқты жағдайда тұрады. Таңдау жоқ. Сол кезде мынау дене де шаршайды ғой. Тек қана бұл ойдың, психиканың шаршауы емес, бұл физиканың да шаршауы. Сондықтан соның бәрі керек бізге. Массажда, жаңағы жүруді, бұның бәрі әртүрлі. Бұлардың бастапқыда бұл мысалға жаңағы Абайдың, Мұқағалидың мазасыздықтары ақырында творчествомен шығып тұр, мысалға. Олардың ізденімпаздығы. Негізі бұлардың бәрінің сүйенетіні біздің құндылықтар. Санжар Керімбай бар ғой? Ол кісі үнемі дәріптеп жататын. Бұл біздің құндылықтар, біздің әдебиет, біздің мәдениет, ертегілер, эпостар, поэмалар деген сияқты. Мысалға солардың өзінен соны өзінің бойына сіңдіріп өскен бала, ол біраз батырларды оқып өскен бала. Біраз батылдық болады онда, сенімділік болады. Ал жаңағы жағдайда қорқып тұрған жағдайда мен былай барсам былай бола ма, былай барсам былай бола ма деген мазасыздықта жаңағы батырлық керек, батылдық керек. Решительность керек бізге. Өйткені біз тұра береміз. Жауапкершілікті өзіміздің мойнымызға ала білуді ойлау керекпіз. Қалай біз мысалға осыдан кейін осылай барсам, мен мына оқуға түссем, ол осы оқуды бітіргеннен кейін бұл керексіз оқпаса мен не істеймін? Мысалға. Әйтпесе мен мына жаққа барсам, қазір искусственный интеллект дамып жатыр, мен мынадан керек болмай қалам. Мына жаққа барсам тағы керек болмай қалам. Не істеймін? Қазір осы да енді бұл да мазасыздыққа келіп тұр ғой. Қандай мен мамандық таңдаймын? Бұрын мысалға біз білсек, бәріміз мына жаққа барамыз, барлығы керек, бұл өмір бойы осымен жұмыс істеп шығамын десе, қазір ол жоқ. Қазір күнделікті өзгеріп жатқан дүние. Сондықтан да одан да ол үшін де батылдық керек. Жақсы, не болса да мен мына жерден бір нәрсе алып шығамын, бір үйреніп шығамын, бір білім алып шығамын. Түбінде бұл жауапкершілігін өзінің мойныма артып, мен басқа да оқуға түсе аламын. Бұл болмаса, мен өз күшіме сеніп тұрмын деген сияқты дүниелер бар. Және ол жердегі құндылықтар әділдік, достыққа адал болу деген сияқты, батырлық деген сияқты, соның барлығын біз сол әдебиеттен алып өсеміз. Өзіміздің әдебиеттен алып өсіп, ол біздің жаңағы тірегіміз болады. Фундамент болады да. Одан кейін енді әртүрлі жағдайларда, енді одан кейін бұл сізге ешқандай мазасыздық болмайды деген гарантия емес, бірақ болған жағдайда жаңағы тіректеріңіз өзіңізге көмектеседі деген сөз да. Яғни мазасыздық әрқашан болып тұратын дүние, бұл қалыпты дүние. Одан бірақ қорқып
болмау керек менде. Мен әрқашан өзіме сенімді болу керекпін, мен бәрі бай болу керекпін, мен әрқашан бір жетістікке жеткен адам болу керекпін, мен басқалар үшін керемет болу керекпін деген ойда жаңағы өзіміз бір бірімізге өтірік солай көрінгіміз келеді ғой. Ол мазасыздық бәрінде бар. Шынтып айтында ол қалыпты жағдай дейсіз ғой. Десе де жоқ дегенде жаңа сіз айтып отқан енді елдің барлығы әдебиетке жаны құмар емес қой. Қазақ айтады бірақ енді әудемейдің қазақ жоқ деген секілді. Десе де ол әдеби шығармаларды, эпостық жырлар, эпостық жырлар, жаңа ертегілерді оқымай жүрген балалардың өзі жоқ дегенде отбасынан сондай құндылықтарды көріп сіңіреді санасына. Оларға қарсы реакция бар. Менің білім келіп отқаны, жалпы қай уақыттан бастап адам дайын болу керек осы мазасыздыққа? Жаңа сіз айтып қалдыңыз, туған кезде болады, бірақ енді бейсаналы түрде болады ғой ол. Мазасыздық ол кезеңде. Ал қай кезде саналы түрде мазасыздық келеді, оның алғышарттарына мен кім жұмыс істеу керек және қалай жұмыс істеу керек? Бұл жерде мәселен ол бала болатын болса, ата-ана ма, жоқ әлде мұғалім немесе сол кезеңдегі достары, аға буын өкілдері ме екен? Оны сол терең түбі жаңа паникалық атакаға алып бармайтындай ету үшін. Жаңа әңгіме басында айтып қалдым ғой, кейінгі осы 10 жастағы 15 жастағы соңғы поколение Z альфа қалай еді, атауын да мен дұрыс біле бермейді екенмін. Оларды байқап қаласың көшеде агрессивті өте. Жаңа сол жалғыздық пен мазасыздықтың жемісі ма деп ойлаймын. Негізі мысалға адам неге әртүрлі секталарға кіруге үйір болуы мүмкін. Не болмаса фашизмнің өзінде оның алдында үлкен мазасыздық болған. Сол кезде мынау белгісіздікте тұру адам үшін өте қиын. Былай бола ма, былай бола ма. Әйтеуір бір жерге кіріп кетіп, сол жер сізге бір не беретіндей көрінеді да, кепілдік беретіндей көрінеді. Мысалға, сен былай жүресің, мынаны да бересің, мысалға десятинаңды бересің, одан кейін саған мынандай өмір болады деген сияқты. Бір кепілдік бар да. Не болмаса біз мынандаймыз, ешқандай да былай деп ойланбайсың, біз мынандаймыз. Біз ең керемет мысалға ұлтпыз. Біз ең керемет мысалға отбасымыз. Қалғандарының бәрі мынандай деген сияқты сізге анықтап берді. Сіз ойланбайсыз, өзіңізді өзіңіз қаламайсыз, таңдау жасамайсыз. Оның бәрін істелініп қойды. Яғни белгісіздік жоқ. Мына алдыңызда салынған жол бар. Сонымен жүрген кезде жаңағы мазасыздық басылады. Сол үшін әртүрлі деструктивті бір ағымдарға да кіріп кетуге адам құмар болуы мүмкін. Кіріп кетсем менің жаным кішкене жай табады. Өйткені мен үшін ойланып қойылған, айтылған, бірақ енді іштей түсінбейді ғой, бейсаналы түрде. Қорғаныссыз дейді. Оның алғы шарты деу меніңше оған дайындалу қажеті жоқ. Өйткені бұл баяғыдан философтар айтып келе жатқан, Кierkegaard болсын, Ницше болсын, Сократ болсын, айтып келе жатқан, талқыланып келе жатқан тақырып. Бұл негізі мазасыздық адамға қажет. Бұл адамға беріліп тұрған сигнал. Яғни сізде еркіндік бар. Сіз таңдау жасаңыз. Сіздің мысалға құндылықтарыңыздан аттап кеттіңіз. Өзіңізді сатып басқа нәрсе істеп жүрсіз. Іштей сізде келісім жоқ деген сияқты тревога жаңағы жанып тұрады ғой, бұл айналып тұр. Айналып тұр, ол сізге белгі беріп тұр. Негіз бұл қажет, бірақ бұны тыңдай білу керекпіз да. Қай жағдайда? Кейбір кезде жаңағы шығып кеткен жағдайда ол айттым ғой, далаға шықсам мен құлап қаламын, басым жарылып қалады, біреу мен одан кейін басып кетеді деген сияқты ол ары қарай ушықтыру, катастрофизация, ары қарай кете беретін. Вот содан қорғану керек. Одан қорғану үшін не істейміз? Яғни ол үшін біз өзімізді тани білу керекпіз. Мен кіммін? Мен қандаймын? Мысалға, мен үшін не маңызды? Мен үшін қандай құндылықтар маңызды? Ал оны қайдан табамыз біз? Және оқи отыра, адамдарға қарай отыра, қоғамды тани отыра. Яғни алғашқы әке-шешеміз, ұстаздарымыз, отбасымыз, соның бәрі соны қалайды ғой. Яғни сол ориентир болады да, сол мазасыздықтан шығудың ориентирі берілетін. Бұл құндылықтар. Яғни мен үшін дегенді табу, сол жолға түсу керек. Мысалға мен бізде мынандай ғой қазір жұрт үшін мәселен өзінің таңдауы мобильді құрылғылардан айтайық, Android маркалы телефон болса, жұрттың барлығының ұстап жүргені ол Apple компаниясынікі болады да, өзіне ұнап тұрған мынау болса да, көбіне осы мынаны алайын. Өйткені ертең ел айтады ғой. Деген секілді бұл мазасыздықтың бір сенімсіздіктің мазасыздықтың бір ең бастапқы баспалдақтарының бірі
іспетті ғой енді бұл жердегі. Иә, енді мысалға ақшасы жетіп сала берсін, иә, мысалға алды да ұмытып кетті, ол Android ұстап жүр ма, iPhone ұстап жүр ма, бірақ бір жағынан кредит қысып жатса, бір жағынан өзі солай қиналып жатса, бір жағынан үйінде мысалға балалардың жейтін тамағы жоқ, бірақ ол 17 Pro Max 2 терабайтты алып жүрсе мысалға, иә, сол кезде енді ішкі қайшылық туады ғой. Мына жақта мен iPhone ұстап жүрмін, мына жақта яғни балаларым солай болып жатыр. Осы кезде қандай құндылық жаңа ар ұяты бір жағынан қысып баратыр, иә, ол да ориентир болып жұмыс істеп тұр ғой ол жерде. Не, сен не істеп жатсың? Мына жақта балаларың аш отыр. Сен мына жерде iPhone ұстап жүрсің жұрттың алдында, не болмаса Lexus мініп жүрсің. Ал мына жерде үйіңде балалар аш отыр деген сияқты. Сол кезде яғни тағы да бұл ішкі сигнал болып көтеріледі. Бірақ оны біз басып тастап жаңағы машинадағы майдың сигналы сияқты алып тастайтын болсақ, бір күні біз іштей сынамыз. Өзімізден алыстаймыз, өзімізді түсінуден қаламыз. Жаңағы маған не маңызды деген кезде сұраққа жауап бере алмаймыз. Өйткені біз әрқашан біреу үшін істеп жүрміз. Басқа адамдар маған қарасын, мені көрсін, мені кеудемнен кері итермесін деген сияқты. Ал соның бәрі негізі адамның барының ішінде бар. Негізі әр адамның ішінде жақсылықтың дәні бар ғой. Сол себепті жамандықтың да дәні бар. Иә, қайсысын өсіресің деген сияқты. Сондықтан енді бұл жерде таңдау тұр ғой. Қалай жасайсың деген сияқты жаңа айтып отқаным, оны алып тастаудың керек емес. Оны дұрыс түсіне білу керек. Мысалға не істеймін деген кезде қандай сигнал, не туралы, қай жағдайда мені көтеріліп бастады. Мысалға қазір егер сондай жағдайларда жүрген адамдар болса, яғни міндетті түрде физикалық жаттығуларды қоссын, жаңағы айтып өткен, міндетті түрде серуенді қоссын, міндетті түрде мысалға жан жаққа назар аудару, иә, мысалға табиғаттың, өйткені бұл жерде гиперрефлексия дейді. Өйткені біз мына жерде барлық қаншама мысалға жан жақтан түскен жарық бар, микрофон бар, стол бар. Ал мен алдымда мынау қара бокалға қарап отырмын. Басқа түк көрмеймін. Осы қара бокалды көріп отырмын. Сол сияқты олардың алдында да бірақ жаман ойлары, қорқынышы соған қарап отыра беруі мүмкін да, басқа еш нәрсені байқамауы мүмкін. Ақырындап соны қарай бастаса. Қараның ішіне үңілсең ақ бар дейсіз ғой. Біздің паникалық шабуылдың шарықтау шегі не болуы мүмкін? Сіз бүгінгі соңғы жаңалықтарды естідіңіз бе? Жоқ. Алматы облысы Кеген ауданында әйел азаматша өзінің 14 жасар ұлымен өмірлік серігін, яғни күйеуін өлтіріп, артынан өртеп тастапты. Сол паникалық атаканың шарықтау шегі ма бұл жерде? Жоқ, олай енді айта алмаймын. Мен бұл жерде бұл бір патология да болуы мүмкін, иә, мысалға әртүрлі ауру болуы мүмкін, мысалға бұл өзінің туған құрсағынан шыққан ұлымен бірге деп ақпарат тарап жатыр, енді факт чек жасалған жоқ. Кешірім сұраймын. Бірақ бұл жерде ол яғни күйзелісте болуы мүмкін, депрессияда. Өйткені депрессия кезінде де адам өмірді тек қана қара түнек деп қабылдайды. Осы жерде ара жігін ажыратайықшы, күйзеліс пен депрессия мен паникалық атаканың айырмашылығы неде? Меніңше бір іспетті. Жоқ, депрессияда мысалға адам, енді клиникалық депрессия кезінде адам өзі туралы жаман ойлайды, әлем туралы жаман ойлайды, болашақ туралы жаман ойлайды. Барлығы қара түнек болып көрінеді. Яғни өмірдің мәні қалмайды. Мәні болмаған кезде, яғни ол мынау әлем осындай жаман болғаннан кейін бұл жерде өмірді сүрудің де керегі жоқ деген ойға келуі мүмкін. Мысалға неліктен көптеген депрессияда болатын адамдар суицид жасауы мүмкін. Өзіне қол жұмсайды. Өйткені барлығын ол тек негативті түрде өзіне түсіндіреді. Ал мазасыздықта ол бір үрейленіп тұрады, бірақ неден нақты екенін білмейді. Қорқынышта мысалға мен білсем, мен мына жердегі қазір камерадан қорқып отырмын десем, ал мазасыздық жағдайында ол нақты түсіндіре алмайды. Ол бәрден қорқуы мүмкін. Жаңағы айттым ғой, мысалы машинада келетқанда қорқады, одан баласы үшін қорқады, одан дәрі ішсем қазір дәрім тұрып қалады, тамағымда деп қорқады. Одан кейін мен қазір жұмысқа келгенде бір адамға бір нәрсе түсіндіріп жатқан кезде дем тарылып, құлап қалсам не болады, жүрегім тоқтап қалса не болады. Солай әртүрлі ойлар солай өзін өзі қорқыта береді. Бұл жерде бұның мысалға денсаулығы үшін қорқуы мүмкін. Одан кейін мен қазір жынданып кетуім мүмкін деуі мүмкін. Өйткені бұл жерде жүректің қағысы да ұлғаяды ғой. Дем жетпей қалады деген сияқты, құлақ шыңылдайды деген сияқты. Сол кезде ол адамға барлығы мысалға мен жынданып жатырмын деп ойлауы мүмкін біреу.
демек ол кешірім сұраймын сөзіңізді бөлгеніме, ол рухани тұрғыдан ғана емес қысым, ол физикалық тұрғыдан да қысым болады. Әрине. Иә. Өйткені бәрін ойлауым мүмкін, қазір мен аяғым дірілдеп құлап қалам. Ол шындығында ол сол жайтты бойынан өткізеді. Шындығында жүрегі тарсылдайды. Енді бұның шарықтау шегі деген кезде мысалға бір клиент болды, бірақ ол басқа жағдаймен келді, ол басқа елдің кісісі еді. Сол кісі басынан мысалға осы мазасыздықты өткерген. Ол кісі жаңағы паникаға келеді, панический атакаға үнемі бір жерде бастық болып жұмыс істейді, қарамағында бәлен-бай мың адам бар, бірақ осылай паникалық атакамен өмір сүреді. Сонымен ол кісінің істемеген дүниесі жоқ, бармаған жері жоқ. Америкаға да барады, Қытайда жарты жыл тұрады, сөйтіп жүре береді, одан кейін машинаға рульге отырудан қалады, өйткені қазір рульге отырсам біреуге соғылам деп ойлайды. Одан кейін жұмысқа барса лифтмен көтерілсе, қазір лифтте құлаймын деп ойлайды. Сонымен лифтке де отырмайды, сонымен автобуспен жүретін болады. Бір күні автобуста келе жатқан кезде жаңағы паникалық атакасы қатты қысады ғой. Сол кезде автобустан шығады да, бұлай өмір сүргенше мен өле салайыншы осылай дейді да, өйткені жаңағы демі тарылып, тағы да жүрек қағысы жиілеп, не істеп жатқанын білмейді, далада басы шыңылдап шығады да, жерге құлай салады да, болды. Маған бүйтіп өткенше мен құлай салайын дейді да, жатады солай жерде автобустан шыға салып. Сол күннен бастап оның атакасы кетеді ғой. Яғни ол кісі жаңағы таңдамай, енді сол жерде берілген мүмкіндікті, берілген еркіндікті қолданбай, өзі сондай жағдайға келді мысалға, иә, бірақ оны түсіне алмайды ғой адам. Сонымен келді, бірақ сондай шарықтау шегі болған кезде ол айтты өмірге. Болды. Жаңағы контрольді жіберді да. Өйткені ол контрольда ұстағысы келді ғой, мына жаққа барсам былай болады, мына жаққа барсам былай болады, мен бәрін қадағалаймын деген сияқты. Тревоганың бір сипаты сол ғой. Мысалға байқасаңыз, кейбіреулері мына жерге бір шаң түссе де оны тазалау керек, болмаса оның осыған қарай береді, мазасы кете береді, өйткені ол жаңағы қадағалау керек барлығын. Сол кісі соның барлығын қадағалауда ұстап, мысалға мен былай істесем былай болады, мен автобусқа отырайын, машинада отырмайын, мен лифтмен жүрмеймін, мен былай жүрейін, түгелін қадағалау ұстағаннан кейін ата-аналар бар, баласының жасы 20-30-дан асып кетсе де дәл сондай қадағалауда ұстайтын. Немесе ерлі зайыптылар бар, ері әйелін, әйелі ерін дәл сондай қадағалауда тұратын. Оның түп төркінінің барлығы сіз айтып отырған мазасыздық. Бұлай да қарастырады мысалға психологияда. Әр адам ерекше жаратылыс болғаннан кейін, оның проблемалары, басынан өткеріп жатқан уайым қайғылары әртүрлі болғаннан кейін бәрі сондай деп айта алмаймыз. Бірақ мынандай тәуелдік бар ғой, тәуелді адамдарды қадағалау. Соның артында тәуелді адамды қадағалаушы бар ғой, созависимость деп айтады, соны бірақ қазақша қалай екенін білмеймін. Созависимый жаңағы тәуелді адамды құтқарушы адамда қасында жүрген. Ол әйелі болуы мүмкін, қызы болуы мүмкін деген сияқты, мамасы болуы мүмкін деген сияқты. Сол адамның, яғни мазасыздығы шарықтау шегіне жетіп, ол жаңағы адамды қадағалау арқылы шығарып отыр оны. Өйткені бар оның басқа мән таба алмайды да. Немен не істейтін, өзіне сұраққа түбегейлі қоя алмады, қасында мүмкін көмектесетін адамдары болмады, түсіндіретін адамдары болмады, көмекке жүгінген жоқ деген сияқты. Ал сол адамды қадағалау арқылы ол мазасыздығын басады. Ол ішсе, яғни оны қайтып көтеріледі, бар өмірінің мәнін соған арнап тастайды ғой енді. Сол кезде ол мәнді тапты, кішкене тревогасы басылады. Бірақ ол өзін бақытсыз, белгілі жайтта отырған дұрыс та, белгісіздікте отырғанша. Қазір шығып кетіп ол адам не істейді дегенсе, қадағалап, қайда бардың, қашан келесің, не істедің, шығып қойған жоқсың ба, ақшаң түсті ме, ақшаңды маған жібердің ба деген сияқты барлығын қадағалауда ұстап отыр. Бұл да оның мазасыздығының шығуы. Бір ғана мазасыздықпенен сол үшін тереңіне былай қарасаңыз, оны жайға сөз ретінде күнделікті өмірде мазам кетіп жатыр, мазамды алмашы деген секілді жайтпен өтіп кетесің, ал терең қазбалай берсең, адам өмірінің әртүрлі саласында бола береді. Яғни кейбір кезде айтып тұрмын ғой, адам келеді, менің сұранысым мынау дейді, ал оның артында мүлдем басқа тұрады. Жаңағы мазасыздық тұруы мүмкін шындығында. Оны қазбалай келе біз табамыз да соңында. Нақты бір уақыт көлемі бар ма? Оны қанша уақыт аралығында сіздер сол диагноз қоя аласыздар?
енді медициналық тілмен айтайық, сіздерде де диагноз деп аталатын шығар бұл. Енді диагнозда деп немесе қанша сеанстан кейін деп айтайық. Диагноз емес, бізде гипотеза дейді. Гипотеза, өйткені біз оны нақты білмейміз ғой. Адам мысалға келген кезде былай болуы мүмкін. Бір адам келіп, әлі де дайын емес. Бірден өзінің проблемасы туралы айтып бастауға. Сізге сенгенше дейін, яғни психолог пен клиенттің арасындағы байланыс орнағанша дейін, ол кісі бір күн ананы айтуы мүмкін, бір күн мынаны айтуы мүмкін, вокруг да около жүруі мүмкін, осылай айналдырып. Барьер қирағанша дейсіз ғой. Иә. Екі арада тұрған. Бір адам тура келіп айтуы мүмкін. Менде осылай деп. Бір адам келіп мысалға осылай деген сияқты, ал бірақ қандай да бір болжам болған кезде мүмкін мынау шығар деген кезде жоқ деп оны айтуы мүмкін. Жоқ, бұл ол емес. Мен нақты білемін, менде ол емес, менде мынау деуі мүмкін да. Мысалға әртүрлі, адам әртүрлі, психикасы әртүрлі, темпераменті әртүрлі, өткен өмірі әртүрлі, тәжірибесі әртүрлі. Сондықтан оның сұранысы да бір сұраныс болуы мүмкін, мысалға 10 адамда, бірақ оны жеткізу және онымен жұмыс істеу әртүрлі болуы мүмкін. Қандай бір қиын ашылмайтын адамдар болды ма жалпы тәжірибеңізде? Сізге ауыртпалық тудырған. Қазір мен ана кісіні есіме түсіріп жатқан едім, қанша сеанс өткіздік деп, мысалға. Онымен бір 10 шақты өткіздік қой. 10 шақты бір 4-ші, 5-шіге келгенде ол кісі айта бастады. Мен қазір былай айта аламын күйеуіме. Бір жағынан былай көрінуі мүмкін, мен олардың күйеуіме ұрыстырып қойдым. Шындығында мен оларды ұрыстырып қойған жоқпын. Адам ішіндегі келіспейтін жаңағы агрессияны да басып жатыр ғой, ол да мазасыздыққа әкеліп жатыр ғой. Мысалы, кетіп қалады деп қорыққаннан. Соның бәрі әкеліп тұр ғой. Сондықтан да өз ойын айта білуді. Мысалы, қалай жеткізе алады ойын? Шындығында ол келісіп отыр ма, бұнымен келіспей отыр ма деген сияқты. Соған мысалға 5 бір неден кейін, консультациядан кейін, ол кісі, мен бір риза болғаным, ол кісі мысалға бірден спортқа барды. Бірдей бастады. Келді, одан кейін бірден спортқа барды. Кейбіреулері нетпеуі мүмкін, елемеуі мүмкін. Спорт не үшін? Айттым ғой, жаңағы бұл физикаға да әсер етеді ғой. Және массаж бар. Өйткені мынау жүрек қағысы, жаман ойлар бәрі, айттым ғой, бізді готовность жағдайында, яғни бір тойтарыс беруге дайын жағдайда. Өйткені үрей де бар ғой оның ішінде. Бірақ қайдан келетінін білмейсің. Яғни мынау иықтың көтеріліп бір дайындалып жүреміз ғой әрқашан. Бұл өте үлкен нагрузка. Демек комплексті ғой енді бұл жердегі дүние. Соны айтып жатырмын ғой, сол кісі бірден бастады, бірден барды, бірден серуенге шықты. Бір жұма, 2 жұмада бір достармен әңгімелесіп деген сияқты, солай түбегейлі шаршап кеткен. Өйткені ол бәлен адамға, бәлен медицина мамандарына барып келген ғой. Содан кейін оның бәрін бірге бастағаннан кейін психотерапияның да результаты тезірек болды. Мысалға, ол өз кісі айтып отыр. Мен күйеуіме былай айттым, мен сөйлестім, ол маған гүл әперді, ол маған мысалға куртка әперді деген сияқты. Содан кейін мен бұрын айта алмайтынмын. Ал басында келген кезде мысалға мен бұрын басқаша едім, қазір осындаймын, бәрінен қорқамын, айта алмаймын, осылай. Маған көмектесе аласыз ба? Әрбір сеанс сайын. Сіз маған көмектесе аласыз ба? Мен осындай мазасызданып тұрмын деген сияқты болған. Кейін мысалға ақырындап келіп өзгерді. Бірақ где-то 10 сеанс шамасында. Сізге респект әрине. Ол кісіге екі еселеген респект та мәселен. Ол сол нәтиже үшін уақытын арнады. Яғни өзін сол жолға түсірді. Мен көп естимін, бүгінгі қоғамның дерті деп психологтар жиі айтатын, ол бірінші сеанстан нәтиже күту. Және сондықтан да болмағаннан кейін, психология деген керек емес екен, психология не үшін деген секілді әңгімелер жиі айтылып жатады. Менің сөзімді естіген тамыр таныстарымды айтар, Арман енді қазір психологтан сұхбат алып соның ығына жығылып кетті ғой деп. Жоқ. Алаш зиялылары біздің Әлихан Бөкейхан бастаған, мәселен, Мағжан Жұмабаевқа педагогиканы тапсырады. Сен осы педагогиканы зертте, біздің қазақ оқу керек, білімді болу керек деп. Сол секілді Жүсіпбек Аймауытовқа психологияны тапсырады.
қазақ даласындағы ең алғашқы психология туралы осы жүсіпбек аймауытовтың психология деген еңбегі бар. Мәселен, егер қажет болмаса ол кісілер оны зерттеткізіп арнайы кітап жаздыртпас еді ғой. Әрине. Демек қажет, бірақ біздің қоғамның дертіне айналып отырған ол бірінші сеанстан ғана нәтиже күту. Иә, өкінішке орай. Сіз де келісесіз бұған? Әрине келісемін, өйткені 10 клиенттің 8-і шығар, 9-і болмаса бір консультациядан нәтиже күтеді. Негізі барлығы үйреніп қалған. Сол 10-ның нешеуі соңына дейін барады? 4-еуі десем болады. 4-еуі. Иә. Ал осыдан 7 жыл бұрын қандай еді? Жалпы өз сенім артып келе жатыр ма деген дүние ғой. Негізі біраз түсініп келе жатқан сияқты адамдар, айырмасын біліп келе жатқан сияқты, өйткені жарнама көп болып кетті ғой мысалға. Қазір сіз келсеңіз, мен бір сеанста сіздің проблемаңызды шешіп берем. Қазіргі психологтар миыңды ашытып 10 сеанста өткізгісі келеді, ал мен сіздердің ақшаларыңды үнемдеймін, бір сеансқа сізде ашып берем бәрін. Мен сізге 3 нәрсені айтамын, 10 нәрсені айтамын, одан кейін сіз бақытты болып кетесіз деген сияқты. 30 жыл, 40 жыл қалыптасқан түсінік, тұжырым, менталитет бір сағаттың ішінде шешіледі дейді ғой жаңағы. Иә, соны енді сол реклама деген сондай деген көп болып кетті. Біраз уақыт мысалға қызыл жіп тағу деген сияқты, одан кейін бақытты болып кетесің. Нәскидің әңгімесі болды, иә, байқауымша. Жасыл нәски деген бір үйлер болған. Одан кейін мысалға мынандай дүние бар, жаңағы мазасыздық тақырыбы болғаннан кейін айта кетейін, бұл да бір мазасыздық, енді ол кепілдікті талап етеді ғой өмірден. Маған бір кепілдік керек, қазір маған кепілдік бер, сонда мен жол айрықта тұрғанмен сол жаққа қарай жүремін. Мына жақтың керемет болатын кепілдік бер деген сияқты. Сол үшін мен нумерологтарды, астрологтарды, бақсы балгерлерді және бірден сізге результат берем деген психологтарды, коучтарды іздеп кетемін. Өйткені олар маған бірден айтып тұр, саған қазір кепілдік беремін. Сен осыны біліп алсаң, одан кейін бақытты боласың. Сенің бар білу керек дүниең осы 3 зат деген сияқты. Сөйтіп олар іздеп кетеді да, өйткені бұның артында да мазасыздық болуы мүмкін. Жаңағы кепілдік берген кезде мен барам. Бермейсіз бе? Өйткені маған да хабарласасыз, кепілдік бересіз бе? Сіз маған точно көмектесесіз бе? Мен білмеймін. Мен адамның өзін түсінуіне көмектесемін. Өзіне өзі сүйеніп әрекет етуіне көмектесемін. Және өзінің көмегімен. Әрине. Өйткені мен қазір оны мен көмектесіп жүрсем, ол 10 күннен кейін қайтып келеді, қайттан көмектесші деп. Тағы да мен мына жерде тұрмын, мына жағын таңдау жасау керек деген сияқты. Ол тағы да оның таңдау жасап, мазасыздығы артқан кезде қайттан келеді, ол қайттан көмектесті. Ол өзіне өзі сүйене білуіне көмектесем. Бұл жерде де сол. Қазір маған келіп айтса, мен былай істеймін бе? Жұмыстан кетейін бе, әлде қалайын ба? Десем айтсам, да, жақсы жұмыстан кетіңіз, өйткені қазіргі нарықтағы ең керемет жұмыс мына жұмыс. Осы жерден жақсы ақша табасыз. Былай, мына жердің минусы, мына жердің плюсы деп мен өзім бәрін ашып беретін болсам, қайтып келеді ол келесі жұмыс ауыстырғанда, не болмаса басқа бір нәрсе болған жағдайда. Гипотеза дедіңіз ба, жаңа гипотеза, да? Иә, біз енді мен бүгін бір гипотезаға келіп отырмын. Неге қазір қоғамда бойдақ қыздар көп, бойдақ жігіттер көп дегенде. Енді маңайымыздың жүрген жігіттердің дені бойдақ қой. Солардың айтатын әңгімесі жаңа тура сіз айтып отырсыз. Мынау ма? Жоқ әлде мынау ма? деген сауалдың ортасында жастар осыдан асып бара жатыр да. Иә. Сол секілді мамандық таңдаудың да біресе барсын барып тауға соғады, біресе тасқа соғады, және екі ортада мынау деп әліге дейін не істесем болады деп жүргендерді көріп, оларға барлығын қойып, уақытша. Жаңа сіз айттыңыз ғой, жерге аяғын қойып, терең дем алып, психологтың кабинетінен бір 10 сеансқа барып қайтқан артық болмайды. Секілді. Иә, гипотезаңыздың ойланбаппын, бірақ мен де ойланып қалдым, шындығында өте мүмкін дүние. Өйткені бұның артында, таңдаудың артында жауапкершілік бар ғой. Мойнына артатын. Артқысы келмейді. Олар дөп таңдағысы келеді да, кепілдікпен. Тағы да бұл жерде кепілдік жоқ. Ешкім 100% ештеңеге кепілдік бере алмайды. Енді айтады ғой, енді көп философтардың айтуы бойынша, біз дейді, енді мы были вброшены дейді, в эту жизнь. Енді бізді бір осы жерге тастап жіберіп, енді
осы өмірдің барлық шарттарымен келісіп отырып саған өз таңдауыңды жасап, міне мүмкіндіктер, міне сенің еркіндігің, ары қарай өмір сүру керексің. Ал оны қабылдай алу өте қиын. Дайын емес адамдарға. Осы бүгін сізбен екеуміздің арамызда болып отырған талқы деп айтайық, сұхбат деп айтайық, соған таңдау жасап келіп отырған сізге де алғыс айтқым келеді. Шынтуайтында біз енді жарнама жібердік, 400-ге жуық адам қызығушылық танытады. Әліге дейін таңдаудың аралығында жүргендердің үлес салмағы көп та. Оның ішінде келістік, сөйлестік, күнін айттыңыз, сапарда болсаңыз да. Сол үшін ерекше алғыс айтқым келеді. Бүгін бір ғана паникалық шабуылға соғып өттік. Мазасыздықты енді тереңдеп айттық қой деп ойлаймын. Осы хабарды көрген біраз адамға түртіп алатындай, өмірін түбегейлі өзгертпесе де жақсы бағытқа бұрылатындай әңгімелер айтылды ғой деп ойлаймын. Жалпы өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай, жалпы аура қалай болып жатыр, әңгімеміз қалай болып жатыр, ұнап жатыр ма? Тамаша. Сіздің байқампаздығыңызды байқадым. Рахмет. Бір нәрсені жете түсініп жақсы, былай бір жіті зерттей, ары қарай бойлап, еще параллель жүргізіп, салыстырмалы түрде қарай біледі екенсіз. Журналист бізден де оқуға түскен жылы Мұқтайберген Тұрсын деген бір ағамыз болып еді, ұстазымыз. Сол кісі айтады ғой, сендер журналист боламын деп келген жоқсыңдар. Журналист әрі дәрігер болады, әрі психолог болады, әрі заңгер болады, түрлі саланы игеру керек деп, сол секілді мейлінше тырысып жатырмын ғой. Бүгін айтсам деп арнайылап ойланып жүрген тақырыптарыңыз. Журналистика менің арманым болған. Мен барғым келген. Кезінде әрі маған қазақ тілі мұғалімі саған журналистикаға бару керек, сенен жақсы журналист шығады деп айтатын еді. Ал бірақ ол кезде бізде тек қана журналистика ақылы болды. Біз оның ақысын төлейтін мүмкіндігіміз болған жоқ. Сондықтан да мен бара алмадым. Бірақ соңында қарап отырмын, бір нәрсе сөйлеп отырмын. Ол сол кезеңде түсті ғой сигнал. Жанама, иә. Жанама түрде бәрібір сол сияқты бір бәле істеп отырмын деген сияқты ғой. Жақсы, Гүлім ханым, біздің жаңа астананың тұрақты сауалы бар. Осы сауалдармен бүгінгі эфирде тамамдасақ, соңғы 7 жыл бойы осы психология саласына келдім дедіңіз, белгілі бір трансформациядан өтіп. Сол кезеңмен салыстырайықшы, мен қазір сізге бір сөз айтайын. 7 жыл бұрынғы Гүлімнің оған көзқарасы мен бүгінгі көзқарасы жайлы. Ақша. Ақша қажет? 7 жыл бұрын оған қандай көзқарас таныттыңыз және қазір қалай? 7 жыл бұрын мен үшін ақша өте маңызды болады. Өте маңызды болады. Трансформациядан өткеннен кейін? Енді бұл жерде мазасыздық туралы болғаннан кейін ақшам бір жерден бір жерге бір дельтасы бір сәйкес келмей жатса, қатты мазасызданатынмын. Даже қолыммен көрсетіп отырмын ғой, денемнің жаңағы жады жұмыс істеп отыр, қолымды қысып қатты мазасызданатынмын. Ал қазіргі күні әрине ақша өте маңызды, өйткені біз енді бұл материалдық өмірде өмір сүргеннен кейін оны жоққа шығара алмаймыз, бірақ көзқарасым өзгерді. Иә, қажет дүние. Мен ақшаны мысалға қажетті өзіме деңгейде табу үшін барлығын жасадым ба, жасап жатырмын ба, жасай аламын ба, осы сұрақтарға жауап беремін. Қолымнан келгенін жасадым, бірақ менің жауап беретін тұсыммен және өмірдің, тағдырдың тұстары бар да, мен жауап бере алмайтын. Яғни менің қолымнан келген әрекеттерді жасадым, ал нәтижесін қабылдадыңыз. Қабылдадым. Денсаулық 7 жыл бұрын. Қалай көзқарас таныттыңыз оған? Дұрыс қарамаған шығармын. Бірақ қазірдің өзінде де керемет қатты қарап отырмын деп айта алмаймын. Бірақ енді маңызы артты. Өзімнің өмірімнің құндылығы артты. Өзіме өйткені мысалға бізде мынандай бар. Егер адам бақытты болса, оның сыртқы 4 құбыласы түгел болу керек дейді. Ал ішкі дүниесіне оның бойлай бермейді адамдар. Ал адам мысалға біз ойлаймыз, ойбай мынау бейшара деп ойлауымыз мүмкін, бір адамдарды мүсіркеуіміз мүмкін, иә. Ал шындығында ол адам бақытты болуы мүмкін. Шындығында ол адам бұл өмірге тәубе деп қанағаттанып жүрген адам болуы мүмкін. Ал керемет сырттан қараған кезде керемет болып жүрген адам өте бақытсыз адам болуы мүмкін.
сондықтан да мысалға көбінесе ойлайды ғой енді осы сияқты болғымыз келеді деп қарап мысалға әлеуметтік желіде, ал ол адам өте бақытсыз депрессия күйінде жүрген адам болуы мүмкін. Сондықтан да мен адамның сыртына емес ішіне үңілген дұрыс деп айтатын едім. Сол үшін менің жаңағы ішіме үңілген кезде маған өмірімнің құндылығы артты деген. Бұрын мынандай жағдай болған. Студент кезімде мен жолдан жүгіріп өтіп бара жатырмын. Менен үлкен ағам машина келе жатыр ғой деген кезде мен мына жерде пешеход қой, соғып кетсе ол кінәлі болады дейтін едім да. Сөйтіп айтқанмын. Ол маған қарап, сен дұрыс ойлап тұрсың ба деген сияқты сұрақ қойған. Сол кез есімде қалып қапты. Сонда өмірімнің құндылығы қандай болған? Мен кінәлі емеспін, анау кінәлі болды, мен өте берейін. Қазіргі күні мен сақтанушы едім. Анау кінәлі ме, кінәлі емес пе, мен кінәлі ме, бірақ менің өмірім құнды деген сияқты. Ал психологияға деген көзқарасыңыз осы соңғы 7 жылдың ішінде қаншалықты өзгеріске ұшырады? Әрқашан. Мысалға басында айттым ғой, басында мен ойладым, психология арқылы мен барлығын түсініп аламын адамдарды. Одан кейін мен өмірге дайын боламын. Яғни сол да бір мазасыздықтың кейіпі болып тұр да. Барлығын түсініп аламын. Сол кезде менің өмірімде бақытты өмір сүретін бір кепілдік болады деген сияқты ойда болдым да. Шындығын айтайын, солай болды. Ал зерттей келе мен өзімнің еркіндігімді түсіндім. Өзімнің еркіндігімді түсінгеннен кейін басқа адамның да еркіндігін түсіндім. Басқа адамның өміріне қол сұқпауды үйрендім. Өзімнің таңдауымды жасауды үйрендім. Яғни қарама қайшы өзгерістер болды да. Мен қазір түсініп алсам былай болады деген болды. Ал шындығында өзімді түсіну арқылы өзімді қабылдадым. Ал өзіңді қабылдаған кезде сен басқа адамды да қабылдай аласың. Егер ол адам сенің өміріңе қауіп төндіріп тұрмаса, сенің шекараларыңды бұзып, балағаттап, сондай бір кері әрекеттер жасап тұрмаса, оның өміріне араласпауды үйренесің. Оның шекарасына қол сұқпауды үйренесің деген сияқты. Сондайды үйрендім. Басқа адамға еркіндік беруді, өзіме еркіндікті алғаннан кейін. Тамаша. Өміріңіз үлкен бір том кітап десек, оның ең соңғы сөйлемі қалай аяқталғанын қалар едіңіз? Мен ойлаймын, мен әрқашан іздену үстінде боламын. Сондықтан да мен былай деп айтсам, 10 жылдан кейін мен ол туралы көзқарасым өзгеруі мүмкін. Яғни мен өзіме қателесуге мүмкіндік беремін. Қазіргі күні менің айтып отырғаным мысалға белгілі бір білімдерге, ғылыми білімге негізделген. Одан кейін мысалға өмірлік көзқарас болғаннан кейін бұл енді философиялық қой, енді экзистенциалдық деген сияқты өмірімнің соңы қандай болған, қалай тын едім деген кезде енді қазіргі күні өзімнің құндылықтарыма сай қалап жатырмын ғой. Артқа қарап өмірді бар жақсылығымен, жамандығымен, барлық келбетімен қабылдап жымиып кетуді қалаймын да өмірден. Өмірім қандай болса да сондай күйге жетуді қалаймын. Мысалға енді өйткенде мен жаңа айттым ғой, ешқандай өкінішсіз, шексіз риясыз көңілмен жымиып тұрған гүлім дейсіз ғой. Өйткені жаңағы Виктор Франклда 4 концлагерь көріп, әйелінен, бала шағасынан, барлығынан айырылып, басынан қаншама қиындықты өткізсе де, ол кісі логотерапияның негізін қалаушы ғой. Барлығынан өтіп, және халыққа көп қызмет жасап, адамзатқа. Соңында өмірімен қоштасар сәтте бір қанағаттанарлық күйде болды дейді ғой. Сонда мысалға ауруына ештеңесіне қарамастан, сол сияқты мүмкін сол шығар менің басымда қалып қалған, сол үшін соны айтып отырған шығармын. Әйтеуір менің ойыма сол әсер еткен шығар деген ойда. Тамаша, көп рахмет арнайы уақыт бөліп студияға келгеніңізге. Есігіміз әрдайым ашық. Жақсы. Сұхбатым ұнап жатса келіп тұратын боламын. Көрермендердің назарына бір темамызға, тақырыбымызға байланысты мынаны айтатын едім. Негізі мазасыздық тек қана кепілдік емес, және адам таңдау жасамаған кезде ол қателесуден де қорқады ғой. Паникалық қорқыныштың бірі сол қателеспеу. Қайтсем мен қателеспеймін деген. Ал енді адамда еркіндік болғаннан кейін адам қателесуі мүмкін. Сондықтан да қателесу бұл қалыпты жағдай, адамның қателесуі. Адам өмірінде қателесуі мүмкін. Қателессеңіз де ары қарай басыңызды көтеріп жүруден
шаршамаңыз дейді ма или жүре беріңіз деп айтқым келеді. Мен мысалға өзіме қателесуге рұқсат бердім. Қателесейік, бірақ соңында тура жолда. Әрине, сол арқылы біз табамыз тура жолда. Іздегенімізді, жүрек қалауын. Иә, өйткені мен мысалға фанатик болып кетсем, иә, бір деструктивті ағымды таңдасам, иә, мысалға, мен ол жерге барамын, және болды, мен осы жолды таптым, бұл ең соңғы шындық деймін да, ізденбеймін. Ал ізденген адам қателесуі мүмкін. Мен енді қателескенде бір жаман жолдарға түсіп, сөйтіп қателесіп тұрған. Таңдаудан ғой енді. Иә, бізді қадірменді көрерменде түсінді де ғой деп ойлаймын. Егер сіздер дәл бүгін сол қателіктің табалдырығын аттап, басыңызды тасқа да ұрып, тауға да соғып жатқан болсаңыз, онда еш уайымдамаңыз. Мен де қателесіп жүрмін. Сіз де қателестіңіз. Иә. Адам атамызда, Хауа анамызда дәл сол қателіктің арқасында осы жерге түсті делінеді. Біз қателеспейтіндей кімбіз? Бірақ тоқтатпай қимыл қозғалысты ізденейік. Көп рахмет сіздермен болған Арман Құдайберген және Гүлім Құлжанова. Аман болыңыз.